Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін үй жағдайында осындай духовкада піскен пирожки жасайтын боламыз. Жұп-жұмсақ, дәмді, әдемі болып шығады. Видеоны ақырына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Енді қамырын елеп аламыз. Бізге керекті заттар: бір бокал сүт, су, ұн, жұмыртқа. Бізге осындай ашытқы нелер керек болады. Енді осыдан жұмсақ қана қамыр елеп алатын боламыз. Суымызды құйып аламыз. Суымызды құйып, ішіне тұзды салып, жақсылап ерітіп, енді сүтімізді құйып аламыз. Жұмыртқаны екіге бөліп алдым. Ағын бөлек, сарысын бөлек қылып, сарысын пирожкидің бетіне жағатын болам. Ағын қамырына салдым. 3 ас қасық шекер салдым. Енді ашытқымызды салып аламыз. Аз-аздан ұнды салып қамырға аламыз. Үстіп жұмсақ қылып елейтін боламыз. Сонда жақсы болып шығады, жұмсақ болып. Өстіп жұмсақ қылып, қолға жабыспайтындай қылып елеп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қамыр болды. Енді сұйық майды жағып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз 1 сағатқа. 1 сағатта көтеріліп шығады осы қамыр. Мен үсті пешевой пакетпен жауып, бетін жауып 1 сағатқа қалдырдым. Енді ішіне осындай картошка ашып алдым. Мен үстіп турап
ертерек пісу керек болып піседі. Ертерек сол үшін турап қайнатып аламын. Мына пиязды қуырып аламын. Қуырып осының ішіне салып аламыз. Пиязды үстіп ұсақтап турап аламыз. Картошканы өстіп су құйып өстіп қайнататын боламыз. Мен өстіп пиязды қуырып алдым. Енді ішіне паприка болса паприка салсаңыздар болады. Қара бұрыш болса қара бұрыш салсаңыздар болады. Менде паприка жоқ болғандықтан өстіп қара бұрыш қана салдым. Жаңа қуырылған пиязымызды өстіп картошка езетімен жақсылап езіп алдым. Ішіне салмасы дайын болды. Оған дейін біздің қамырымыз да ашып қалды. Үстіп сұйық май жағып қамырды екіге бөліп алдым. Менде осы қамырдан 33 штук пирожки шықты. Осы менің осы неммен істейтін болсаңыздар 33 штук пирожки шығады. Егер одан аздау қылып істейтін болсаңыздар азайта берсеңіздер болады. Бес минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Қамырымыз жақсы жайылу үшін. Шілік жұқада емес, ортағып жайып, өстіп ішіне картошкасын салып аламыз. Дәл осындай болып шығады. Міне менде осындай болып шықты. Енді жұмыртқасын жағып алатын боламыз. Бетіне мак сепсеңіздер де болады, күнжіт сепсеңіздер де болады. Менде күнжіт бар, күнжітті сеуіп алатын боламын.
енді духовкаға саламыз. Енді өздеріңіздің қатты не емес, 180-200 градуста пісіріп алатын боламын. Міне осындай болып шығады. Әп-әдемі болып шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымды көргендеріңізге алдын ала рахмет. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар, еңбегімді бағалап. Дәл осындай болып шығады. Қош сау болыңыздар.